саламатсыздар ма? СРС жұмысының екінші тақырыбын жалғастыра кетсек, ол 10-12 ғасыр арасында өмір сүрген түркі мемлекеттері. Тізімімізді алғашымен Қарахан мемлекеті бастайды. Қарахан мемлекеті 942-1210 жылдар аралығында өмір сүрген. Қарахан қағанаты шығыс Түркістан, Жетісу, Сырдария, Талас, Шу өңірлерін мекендеген мемлекет болды. Оның құрылуы 940 жылдары басталған. Қанаттың оталы астанасы ең алдымен баласағұн қаласы болады. Кейінірек Тараз қаласында қосады. Қарахан әулетінің негізін қалаушы Сатық Бурахан, ол кісі Қарұл қағанатының басшысы Білге Құл Қадырдың немересі болып келеді. Ол кісі 915-55 жылдары өмір сүріп, елді билік етеді. Мемлекеттің Қарахан мемлекетінің құрылуының ақтық қадамы ол Сатық Боғыраның алдымен Тараз және Қашқар қалаларын өзіне қаратып, 942 жылы баласағұн билеушісін құлатып, өзінің хан деп жариялауы болды. 955 жылы Сатық Боғрахан қайтыс болғаннан кейін билік оның ұлы Мұса қағанға өтеді. Ол кісі 960 жылы Қарахан мемлекетінің халқын исламға қаратып, мемлекеттік дінді ислам деп жариялайды. Мұса қаған қайтыс болғаннан кейін жоғарғы қаған атағын оның ұлы Әли Арслан ханға көшті. 990 жылы Қарахан билеушілерінің бірі Хасан Боғрахан Испижатты бағындады. Ал 992 жылы Қарахандықтар шығыста Хотанды, батыста Бұхараны басып алады. Мемлекет керемет деңгейде дамиды. 999 жылы Қарахан билеушісі Әли Арсланның баласы Насыр Орта Азия Саманилер мемлекетіне соққы береді. Қарахан хандығы ұзақ соғыстардан кейін 1400-1500 жылдары Мәуереннахр жерін түгелдей өзіне қаратады. Осыдан кейін Қарахан мемлекеті 10-шы ғасырдың 30 жылдары шығыс және батыс қағанаты болып екіге бөлінеді. Сол бөлінгеннің кесірінен 1089 жылдары селжұқтар қарахандықтарға соққы жасап, оларды басып алады. Ал 1137 жылы Қарақтай мемлекеті Қарахан әскерімен Ходжент түбінде шайқасады. Және Қарахан мемлекеті осы кезде үлкен соққы алады. 1145 жылы селжұқтар мен қарахандар біріккен әскерлер Қарақтай мемлекетін құлатып, Қарақтай мемлекетінде жүйрік бір соққы береді. Сонымен осы бөліністердің арқасында кесірінен және Қарақтай мемлекетінің соққы беруінен 1212 жылы Қарахан мемлекеті құлайды. Ал келесі мемлекет ол Қарақтай мемлекеті. Қарақтай мемлекеті 1525 және 1212 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Қарақтайлар алдымен алғашқы мемлекеті ол 924 жылдары аралығында ол Алтайды тынық мұхитқа дейін алып жатқан Ляо империясы болады. 1125 Илюдаши Қарақтай мемлекетін Жетісу аймағында Орта Азияда құрады. 1143 жылы Илюдаши қайтыс болғаннан кейін билікті оның әйелі Таябун қолға алады. Бұл кезде әйел адам мемлекеттің билігіне келеді. Алдында айтқанда 1135 жылы Ходжент түбінде Қарахан мемлекеті мен Қарақтай арасында үлкен шайқас болып, Қарахан мемлекеті жеңіледі. 1141 жылы Қарақтай мемлекеті селжұқтар мен қарахандар қосылған әскерін Қатун даласында жеңеді. 12 ғасырдың екінші жартысында Қарақтайлар өздеріне бағынышты мемлекеттерге
салығын күшейтіп оларды тонай бастайды. 1198-1204 жылы Қарақтай жерінде гурит тайпаларымен соғыс жүрді. 1208 жылы Қарақтайлар шығыстан наймандар келіп оларды жеңеді. Сонымен 1212 жылы Қарақтай мемлекеті құлайды. Келесі айтатын мемлекетіміз ол Қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты 9 және 12 ғасыр басы аралығында өмір сүрген мемлекет. Бірақ Қытай деректеріне қарасақ, Қимақтар тарихы 7 ғасырдан басталады. Олар алдымен теле тайпалардың бірі болған екен. Және 7 ғасырдың бас кезінде Моңғолия жерінде өмір сүрген. 766-840 жылдар аралығында кимектер Батыс Алтай, Тарбағатай, Алакөл ойпатының жерлерін жайлап шығыс Түркістанды мекендейтін 9 оғыздардың Төске шебіне дейін жетеді. 9 ғасырдың бас кезінде Қимақтар Сырдарияға қарай жылжиды. Бұл жерде олар қарлұқтармен одақтасып Сырдария бойын және Арал өңірінде қаңғар печенег тайпаларын талқандайды. Печенегтер бұл жерлерден ығыстырылып осында қоныс аударған оғыз тайпаларының оларды батысқа қарай қуып жіберді. 9 ғасырдың аяғында 10 ғасырдың бас кезінде, яғни Кимек қағанатының құрылған уақытынан бастап олардың ханы түріктен ең жоғарғы лауазымды хақан деп аталды, немесе хандардың хан деген мағынаны білдіреді. Хақаннан кейін билік Қимақ мемлекетінің құрамына енген тайпалардың бірлестігі басқарған жабулардың қолына өтті. Қимақ қағанаты уақыт қалыптасып өсуіне байланысты тайпалардың құрамында өзгеріп өтті. Тарихи деректерге қарасақ, Қимақ қағанатында тайпалардың саны 12-ге дейін жеткен және қалалар саны 16 болған. Олардың қатарында мықты қалалар Кимакия, Карантия, Дамурия және басқа да қалалар. 11 ғасырдың бас кезінде Орталық Азияға шыққан тайпалардың бірінен соң бірі Қимақтарға шабуыл жасап мемлекеттерін әлсір етеді. Сонымен қатар бұдан басқа бұл кезде Қимақ мемлекетінде қағанатында ішкі билік үшін күрестер жүріп отқан. Осы оқиғалардың кесірінен олар өздерінің саяси үстемдігін жоғалтып, уақыт келе Қыпшақтарға тәуелді болып шығады. Ал енді Қыпшақ хандығы жайлы айта кетсек, Қыпшақ хандығы ол 11 және 1219 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет болады. Қимақ қағанатынан кейін Қазақстанның негізгі аумағы алып жатқан мемлекет болды, яғни Дешті Қыпшақ жерін. Жалпы Қыпшақтардың этносы 7 және 8 ғасырлар аралығында құрала бастаған. 11 ғасырдың басында Қыпшақтар қазір Еділден батысқа дейінгі аймақта алып жатқан еді. 1065 жылы селжұқтардың билеушісі Алп Арслан Қыпшақтарға Маңғыстауға шабуыл жасайды. 1133 жылы Хорезм шағы атсыз Дешті Қыпшақ жеріне жорық жасап оларды жеңеді. Сонымен қатар 1195 жылы Хорезм шағы Тінеш сығанаққа Қадыр Бөкей ханға жорық жасайды. 1198 жылы Тінештің ұлы Мұхаммед алып Қадыр Бөкті жеңеді. Сонымен 1219 жылы Моңғол шапқыншылығының әсерінен Қыпшақ хандығы ақыры құлайды. Келесі мемлекетіміз ол Хазар мемлекеті. Хазар мемлекеті 6 ғасырда Батыс түрік қағанатының құрамында болған тайпа болады. 7 ғасырда ол Батыс түрік қағанатының әлсірегенін пайдаланып, хазарлар өздерінің мемлекетін құрады. 650-670 жылдары олар Кавказ бен Еділ бойына жылжып, сол жақтарды бағындыратын болды. Ал 730 жылы хазарлар арабтар жеңіп, Кавказды тек өздеріне қалдырады. 965 жылы Киев князі Святослав
хазарларды талқандайды және өздеріне бағындырады. Ал келесі айтатын тайпалар олар найман, керей, меркіт мемлекеттері. 9 ғасырда найман, керей, меркіт тайпалары Моңғолия аумағында қалыптаса бастайды. 10 ғасырда олар өздерінің дербес мемлекеттерін құрады. 12 ғасырда керей билеушісі Тоғорыл найман және меркіттермен күреседі. 1171-1174 жылдары Темучин Тоғорыл ханның қолдауын алып одақ құрды. 1180 жылы найман билеушісі Иманбілге хан күшейіп, қарақалпақтармен соғысып олардың жеңгенін білеміз. 1198 жылы Тоғорыл хан Зин әулетінен қолдау алып, найман меркіттермен соғыс жүргізеді. 1200 жылы Шыңғыс хан күшейіп меркіттерді жеңеді. 1203 жылы керейттерді жеңеді, ал 1204 жылы наймандарды да жеңеді. Сонымен 1206 жылға қарай Темучин, яғни Шыңғыс хан өзінің мемлекетін құрып, осы 3 мемлекетті өзінің қол астына бағындырады. Осымен сыр жұмысы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.